Қайырлы күн ханымдар, бүгін сіздермен сникерс пирогын пісіреміз. Сникерс шоколадтан ешқандай айырмашылығы жоқ, өте керемет пирог жасаймыз. Керек заттар: қамыр үшін сары май, ұн, жұмыртқа, сахар, какао және разрыхитель. Начинкасы үшін керек заттар: варенка, сливки, соленый арахис, жұмыртқа, егер қаласаңыз, капля шоколад. Шоколадты ганаш жасау үшін рахаттың Қазақстан шоколады, соленый арахис және де сары май керек. Барлық керекті заттар бөлме температурасында болуы керек. Алдымен ыдысымызға сары майды, сахар және бір жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз. Езіп аламыз. Барлығы жақсы араласты. Енді ұнымызды және де какао, разрыхительді салып, жақсылап бөлек араластырып аламыз. Мен пирогты жасау барысында Малайзия какаосын қолдандым. Өте керемет, хош иісті, дәл шоколадтың иісіндей. Дәмі де өте керемет. Енді ұн, май барлығын біріктіріп, біркелкі, жұмсақ қамыр жасаймыз. Қамырымызды біркелкі етіп жақсылап илеп алдық. Енді егер қаласаңыз, холодильникке 10-15 минутқа қалдыруға болады, бірақ мен бірден формаға орналастырамын. Қолданған форманың диаметрі 26 см. Формаға қамырды салып, толық барлық жеріне жететіндей етіп жайып шығамыз. Енді саусағымыздың ұшымен 1-1,5 см көлемде шетінен басып шығамыз. Басылған жерлерін ортаңғы жақтағы қамырмен толтырамыз. Бір сантиметр ажыратып алған қамырымызбен жан жағын, яғни бортигін жасап шығамыз. Сіз де дәл осы әдісті қолданып, формаға қамырды орналастырсаңыз, өте әдемі шығады. Дайын болды. Енді начинканы дайындап алғанға дейін қамырды холодильникке салып қоямыз. Начинканы жасау үшін варенканы салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Миксерді қолдануға болмайды. Варенка жақсы араласты. Енді жұмыртқаны бір-бірлеп салып, араластырып отырамыз. Барлық жұмыртқаны араластыра отырып салдық. Енді сливкиді салып, тағы да біраз араластырамыз. Начинкасын жасау барысында варенкаңыз өте жақсы, сапалы болуы керек. Енді соленый арахисті духовкаға салып кішкене қуырып алыңыз және начинкаға салып араластырамыз.
Енді капля шоколадты салып араластырыңыз, бірақ қоспауға да болады, аса маңызды емес. Начинкамыз өте жақсы араласты. Енді холодильниктен қамырды шығарамыз және начинканы құямыз. Қасықтың көмегімен арахистердің барлығы бір жерге жиналып қалмауын қадағалаңыз. 180 градуста алдын ала қыздырылған духовкада 40 минут пісіреміз. Енді шоколадты ганашты жасауға қажетті соленый арахисті блендердің көмегімен езіп аламыз. Егер сізде блендер болмаса, оқтаудың көмегімен де езуге болады. Пирогымыз пісті. Пісу барысында беті біраз ісінеді. Суығаннан кейін ол төмен түседі. Кем дегенде 2 сағатқа толық суы үшін қалдырамыз. Пирогымыз толық суыды. Көріп тұрғандарыңызда ісінгені біраз төмен түсті. Енді шоколадты ганашты жасаймыз. Ол үшін мен Рахаттың Қазақстан шоколадын пайдаландым. Ыдысқа шоколадты бөліп саламыз және майдады салып, микроволновкада ертіп аламыз. Мұқият қадағалап, араластырып отыру керек. Егер қаласаңыз, водяной баняда да ертуге болады. Шоколад пен май өте жақсы еріді, араластырып, соленый арахисті салып тағы да араластырамыз және оны пирогтың бетіне құйып шығамыз. Қасықтың көмегімен барлық жеріне жайып шығамыз. Пирогты толық суығаннан кейін ғана формадан шығаруға және кесуге болады. Қаласаңыз тағы да сәндеуге болады. Мен сникер шоколадын турап, сонымен безендірдім. Көріп тұрғандарыңыздай, пирогымыз дайын, өте әдемі болды. Дәл сникер шоколадтың иісінде хош иіске ие. Маған осы сникерс пирогы өте қатты ұнады. Дәмі де өте керемет болды. Дәл шоколад жегендей сезімде болдым. Келесі видеоларда жолыққанша сау болыңыз.